Бапкердің қоятын философиясы бар ма десе сол жерде. Ол бапкер философ па жалпы? ПСЖ-ға қарсы 3 минутқа алаңға шыққан екен дегенде ойыншыларды алып келіп жатыр. Екі деңгейлес футболшы болса, мен міндетті түрде қазаққа мүмкіндік беремін. Менің Әрине. мақсатым қазақ футболшыларының деңгейін арттыру деп. Бабаянды тағы көрсен айта сал, ондайды заранее планировать ету керек та. Сәлем достар, сіздермен Паримаш Қазақстан YouTube каналының жүргізушісі Әлімжан Тасболатұлы. Көптен бері біздің арнамызда подкаст болған жоқ. Евроға барып келдік, және де евродан келе сап бірден Барып Барып келдің десе. барып келдік, иә. Барып келдім, иә. Және алдында осылай жиналып едік, иә, евродан келе салып бірден енді өзіміздің осы футбол саласындағы бауырларымыз, достарымызды шақырып, Әлімжан Асқар, соққы және гол каналының жүргізушісі, авторы, финалды жүргізген ойыншы Дидар Есемов. Ойыншы деймін. Иә, комментатор Дидар Есемов, біздің бауырымыз, досымыз, ағамыз, Big Brother Sport Plus каналының комментаторы. Қош келдіңдер, жігіттер. Қош көрдік. Сағынып қалдық, көріспегелі көп болды, және бірден осы жиналып, бүгін бір подкаст жазайық, жалпы қазақ футболында болып жатқан әңгімелерді талқылайық деген оймен өздеріңді шақырдық. Бірден Сөйтейін дедің ба? Иә. Копа туралы сөйлесеміз ба десе. Копа? Копаны Әлекеңнен сұрау керек қой. Копаның финалында жүргіздің бе сен? Иә, сен Копа дедің ба? Сен екі финал дедің ба? Копа дедім. Копа. Екі финал жүргіздің ғой бір күнде, иә. Керемет. Золотой дубль жасаған. Золотой дубль жасаған, иә. Бір финалы кәдімгідей қанша? Бір сағатқа ма кегеліп барып, иә? Енді қараш, Еуропа чемпионаты финалы 12-де басталған. Біз 11-де эфирге кірдік. Ол 2-де бітті финал. 2-ден 2:30-да бітті. Соққыны 4:30-ға дейін түсіріп тастадық 2 сағатта. Сөйтіп 4:30-да мен деген таксиге отырсам, таксист маған правый берекке бармаймын дейді ғой, күйдіріп. А менде эфирге өзі жарты сағат қалып тұр. 10 минут ерте бару керек, 20 минут. Анау машинадан жүретін 15 минут. Бармай правый берекке ұйқым келіп тұр, не істейсің ал дейді. Мәссаған. Онымен пока қырыламыз дегенше оның төбелесейін деп қалдық. Менде видеосы бар. Иә. Сөйтіп кім Әлгі жерде Колумбия болып оттыңдар ғой өздерің. Иә, мен айтып Колумбияның түсіндіріп фанаттары. айтып отырмын, брат, мен Қазспортқа үлгеруім керек, осындай бәрі есептеулі дедім. Сөйтіп едім, жоқ, бармаймын, мен правыйға бармаймын деп тұрып алды. Сөйтіп келесі машина шақырдым. Сонда правый беректі мен түсінбейтін адам ба? Кейін заказ шықпайды дей ма, таңғы сағат 5 ғой. Түсінбедім мен не екен. Сөйтіп келесі зикір келді. Мен эфирге дейін 15 жайында. 15 минут уақыт бар эфирге дейін. 15 минут уақыт бар. Зикір 18 минут көрсетіп тұр. Мен кешіктім ба деп, финалға кешіп қалсам масқара ғой. Сөйтіп не істейін дедім, ана зикірді жігіт айтты, асығып тұрсыз ба деді. Я дедім, тез жүрсем минус қоймайсыз ба деді. Тез жүрсем мен саған шай пұл қосып берем дедім. Ойда қалды, 10 минутта жетті ғой, неден Санкт-Петербург үйінен. С 0 до 100 за 3,8 деген рас. Санкт-Петербургтен Мәскеу көшесіне дейін. Сендер Қазақстанда жүргіздіңдер ме ойынды жалпы? Санкт-Петербургтан Мәскеуге дейін? Қазақстан астанасында, иә. Санкт-Петербург бизнес орталығынан Мәскеу көшесіне дейін 10 минутта жетті. Білмеймін мен штраф неше төлегенін, бірақ шайға қалдырған ақшасынан көп төлеген шығар. Сөйтіп жеттік, мен шайға 1000 теңге қалдырдым. Үлгердім да, 5-ке 5 минут қалған кезде деп жүгіріп келе жатырмын, өзім деген шаршап тұрмын, анау соққы түсірдік, финал жүргіздік, өзім өліп тұрмын, қалай болады екен деп жетіп келсем, матч жарты сағатқа кейінге шегеріліп тұр дейді. Оны енді бірден мысалы бір жарым сағатқа шегеріледі десе ұйықтап алатын еді ғой кішкене. Ана жарты сағат деді, жарты сағаттан кейін тағы жарты сағат деді, сонымен эфир басталмады. 6:30-да басталды. Ол сосын экстра таймдарға барды, пенальти сериясына барды, таңғы сағат 10-да бітті. Қайтып бара жатсам Қазспорттағы жұмысқа келе жатыр екенмін бүйтіп. Өлі денем сүйрелетіп жеттім да, заттарымды жинап Алматыға ұшып кеттім. Сөйтіп керемет. Міне, көбісі ойлайды, жақсы, керемет деп. 35 мың теңге таптым десе. Қиыншылықтар. Ал енді мен 14-нен 15-не түнде мен не істедім бәрің бұл жерде бір андай подкаст болсын. Қой жігіттер, жалпы негізгі біздің бүгінгі тақырыбымызға келейік. Қазақстан премьер лигасы туралы әңгіме айтатын боламыз. Жалпы бұл жерден премьер лига қазір көптеген ойындар кейінге шегеріліп жатыр. Мынау біздің клубтарымыз Еврокубоктерге қатысып жатқан не себебі соларға бір қандай да бір көмектесейік, жалпы Қазақстанның абыройын қорғап жатқаннан кейін деп өзі әр турдан да бір ойын жоқ еді ғой бізде. Қазір енді тіпті Қазақстанның абыройын қорғап жатыр деген бар ғой. Соны әр ойыннан кейін сондай формулировканы қолданбай ақ қойсақ деймін. Қазір солай болып тұр, иә. Өздерінің абыройларын қорғай берсін. Жалпы бұл жерде енді екі клуб арасындағы келісімдер болып жатыр. Жаңағы білмеймін енді қалай болып жатқан, мүмкін
жолын төлеп беретін шығар, иә, жаңағы мысалы Ордабасы сұрап жатқан клубтар әлде жай ғана келісіп жатыр ма екен. Жалпы КПЛ-дағы жағдайлар бізде білеміз, жазғы трансфер болып жатыр, иә. Көп келген ойыншылар, қыста мынау алынып келген қырғын, мысалға Гудберг сияқтылар, Көперлер сияқты қырғын топ форвард болады. Осы Қазақстандағы Бенчоук келеді. Иә, Қазақстан премьер-лигасында бір 55 гол соғып тастайды деп қырғынға алып келген сияқты ойыншылардың көбісі кетіп жатыр. Және де тағы да солай кезінде Мец қақпасына гол соққан екен деген бізді жақсы көреді ғой заголовоктар ше. Немесе бір жақта ойнап жүріп ПСЖ-ға қарсы 3 минутқа алаңға шыққан екен дегенде ойыншыларды алып келіп жатыр. Солар туралы жалпы өзгерістер, трансферлер туралы әңгіме айтайық. Және чемпион кім болады деген. Чемпион кім болады оған енді сұраққа жауап беру қиын сияқты. Бірінші енді қазіргі таңда осы чемпиондар лигасына қатысты деп жатырмыз ғой, иә. Ол жақтан енді ұшып кетті. Ордабасы футбол клуб туралы айтсақ, Ордабасы енді жаңағы әлекең жақсы көретін қақпашыны өз қатарына қосты. Белорусияның ұлттық құрамасының қақпашы Игнатовичті. Ол Есияғаның қатты бір жанкүйер болатын қақпашы да. Көргеннен бастап сынай бастады ғой Есияға. Жоқ, енді ол біріншіден не үшін сынайды? Легионер, екіншіден 32-де. Ол ғой Есияға басқа есеп. Бұл жерде зығырданы ойнайды Есияға. Мынандай былай болды да, Ордабасы жылдың басында Карлос Сенич деген хорватиялық қақпашыны алып келді. Иә, оны біз анау УТС жүргізген екеуміз жүргіздік қой Пюникке қарсы. Бірнеше екі ойынын көрдік па? Екі ойында қатысты ғой деймін. Анау кәдімгідей қате. Біз Дидар екеуміз жабылып тұрғанда ол жалғыз өзі тұра алмайтын сияқты. Біз енді профессионал футболшылар емеспіз ғой. Карлос Сеничті келісім шартын үзіп жіберді. Оны алып келген еді Бекхан Шайзадаға жаңағыдай қарсылас керек, конкурент болу керек, бәсеке болу керек дегенде. Бекхан тәп-тәуір тұрып жүрді, қақпада ойнап жүрді мысалға. Енді мынау Игнатовичті алып келді. Жалпы осы және де басқа да Ордабасының болып жатқан трансферлері, мысалға Айбол Абекен маусымның ортасында келді, иә. Өзінің дисквалификациясынан кейін, одан қалса Шерифте ойнаған анау Тавар деген қорғаушыларды алып келді. Колумбиядан Тавар келді деген прикол ғой. Мен болып кеттім. Енді сендерге басты сұрақ осы, біздің футбол клубтар Еврокубоктың алдында керемет құрамын күшейтіп жатырмыз деп ойыншыларды алып келеді. Бірақ солар қаншалықты пайдасын тигізіп жатыр? Үлгере ме олар жалпы ойынның жүйесіне кіріп, мысалға бүгін алып келеді Таварды. Ертең ол ары күні болмаса ойнау керек. Ертең ол ары күні просрочен болады деп айтасың ба деп ойладым. Мысалға да сол туралы ойларыңды білгім келіп отыр. Жоқ, енді бұл жерде әрине біз Ордабасының осы маусым басталғалы бері қателерін, жаңағы слабый жақтарын бәрін айтып отырмыз ғой. Әр бір подкастта да, эфирде де соған көп мән береміз. Бұл жерде енді біріншіден сен айтып отырсың, Қазақстан абыройын қорғау, анау-мынау, және негізі бөлінген бюджет бар ғой. Осы бөлінген бюджет бар, сосын оған қойылған мақсат бар. Сол мақсатқа жету үшін істелінетін нәрсе, бірақ қаншалықты сол алып келген легионерлер жаңағы сапасы қаншалықты жоғары, олар сол конкуренті ма, конкурент емес па, оның бәрін біз білетін тек қана нәтижеге қарап қой. Нәтиже енді Петрокубтан ұшып кеткеннен кейін болды ғой, бұл жерде нәтиже жоқ деп айта берсек болады. Бұл жерде өз жаңа қателіктерін жуып шайғаны осы конференция лигасының топтық кезеңіне кіре алса деген әңгіме. Бірақ тағы екінші мақсат бар, ол чемпиондыққа таласу. Ол чемпиондыққа чемпиондыққа таласуда кәдімгідей көмектесе алатын трансферлер деп ойлаймын. Өйткені енді Азамат Жомартовқа қатты бір сенім жоқ деп ойлаймын. Енді жас деп те айта алмаймыз жол жігітті, бірақ жалпы осы уақытқа шейін премьер-лигада 4 ойын өткізген ба, сондай қақпашы ғой? Иә, кейбір ойындарды керемет өткізді, кейбір ойындарда Қайсарға қарсы ма? Кейбір ойындарда енді көзге де особо түспеді, мынандай Бекхан қайда жүр, не істеп жүр, неге соған бір сенім білдірмейді деген сұрақтар пайда болады Шымкенттің жанкүйерлерінде. Сол үшін сондай сұрақтарға бір нақты бір жауап берейін деген бір мүмкін сол тренерлік штабтың сондай, енді Сиднев білеміз, легионерлерді жақсы көреді. Қай тренер жақсы көрмейді дейсің біздің премьер-лигада? Қайрат Нұрдәулетов.
жақсы көрмейді деп отырсың ба? Қазақтарға Ақшасы көбірек жоқ деп ойлаймын мен, просто имеется в виду легионерлерге жетісудың ақшасы ондай бюджет ондай емес та. Әйтпесе бюджет болса, мен бірнеше бапкерлер бар ғой, бізде осы чемпионатта қазақ ойыншыларды қосу керек, олар конкурент болу керек, анау дейді, сосын толық құрамды легионерлермен жасақтап мысалы Ринат Әлеуетов дейсің ғой. Бірақ Қайрат Нұрдәулетов айтып отыр ғой, менде екі деңгейлес футболшы болса, мен міндетті түрде қазаққа мүмкіндік беремін. Менің мақсатым қазақ футболшыларының деңгейін арттыру деп отыр. Бірақ басқа командаларда легионерлердің тіпті деңгейі төмен ғой. Бірақ біздікілерден одан да төмен деп санайды ғой бапкерлер. Түсініп отырсың ба? Сол ғой бір мәселе. Мына жерде енді Игнатович сол Шайзада Жомартовтан мықтырақ па деген сұрақ бар да менде. Өйткені енді жаңа бос агент болып, еркін агент болып келіп отыр, Шахтер Солигорск деген командада прям бір жарып жүрген бір жұлдызды команда емес қой енді. Сосын жаңағы Әлімжан айтқандай 30-дан асқан жігіт өзін бір қатты бір заявлять етіп көрмеген қақпашы қаншалықты бұл жаңағы конкурентный деген сияқты. Білмеймін, оның бәріне жауап жаңа нәтиже болады. Сол енді Ордабасына конференция лигасында әрине қандай нәтиже болады, соған не істейміз, әрине сәттілік тілейміз, бірақ сондай жаңағы менеджерский шешімдер мүмкін қате ма деген ой келеді енді. Әлеке? Негізі Еурокубок алдында футболшыны легионерді қатарға қосу деген жалпы дұрыс нәрсе, ол қатты қате емес, себебі жазда футболшылар көбірек болады. Оны алып бірден егер біздің ойынға үйлесіп кете алса, қатарға қосқан дұрыс нәрсе. Ондайда мысалы Астана командасы жақсы істейді. Ылғи да сол Еурокубокта бізге көмектеседі ау дейтін футболшылар жазда қатарға қосып алады. Оны жарты жыл бойы біз айлығын төлеп қайтеміз деген сияқты бәлкім үнемдеу шығар. Біріншіден, екіншіден, осы қазіргі трансфер кезеңінде мықтырақ футболшылар табу оңай. Себебі Еуропада бітті ғой маусым, қысқы трансфер кезеңінде қиын. Сондықтан мен Астананың бір ойынын көрдім, Лига кубогындағы Шахтерге қарсы. Сол ойында бірден хет-трик жасады Джофри, одан бөлек Албаниядан келген Грипши гол соқты. Олар көрсете алды деңгейін. Енді конференция лигасында Елордан клубына көмектесетін шығар. Кезінде Астана сол Еурокубокта лайық ойын көрсетіп жүрген кезде, мысалы Джуниор Кабананга біз чемпионатта көрмейтін деді. Максимовичтер шықпайтын еді. Томасов дегендер чемпиондар лигасында бан алып қалғаннан кейін ғана чемпионатқа көбірек назар аудара бастады. Ондай жағдай жалпы бар нәрсе, ол бәлкім дұрыс та шығар. Бір жағына сол екі себеп қой, үнемдеу, екіншіден жазда жақсы адам табу. Сол үшін Ордабасы егер осы жайттарды негізге ұстап, товарды қатарға қосса, онда ол дұрыс. Ал егер біз Еурокубокты желеулетіп, осы чемпиондар лигасын мысал ретінде алып, біз футболшылар қатарға қосып аламыз да, кейін бірінші раундтан ұшамыз ба, екінші раундқа жетеміз бе, жетпейміз бе, бәрібір деп отырса, ол қате әрине. Түсінікті. Бұл жерде Әлеке сенің ойыңда да жалпы осы жерде біздің бірінші бұл жерде айтатын әңгіме мынандай болады қазір. Ой, біздің ауа райы олай ойнауға мүмкіншілік бермейді дейді, Бізде Қазақстан футболы негізі қызық. Көктемгі футбол дейді. Ойнамайды, жазда ыстық, күзде суық, қыста қар жауады, сонымен қашан дейміз. Сол сияқты, сол Европадағыдай мысалға, күзде бастап жазда бітіретін болсақ, мынандай мәселе болмайтын бе деймін. Жазда жаңа айтып отырсың ғой. Жоқ. Бізге жарамайды енді, стадиондарымыз жарамайды, инфрақұрылым жарамайды бізде. Қайдан қазан айында, қараша айында футбол ойнауға келмейді. Бұған жалпы андай дәлел бар. Ресей премьер-лигасы кезінде осындай біздің системамен жаңағы көктемде бастап қыста бітіріп жүрген кездері сол периодқа ең мықты, ең маңызды жеңістері пайда болғанда Еурокубоктағы ЦСКАның және де кімнің Зениттің ұтқаны бар. Сосын олар жоқ, біз Еуропамен бір не боламыз, біз сол өзіміз сондай күздік системаға өтеміз, күзде бастап неде бітеміз дегеннен кейін олардың футбол жалпы деңгейлес болмай қалды да. Өйткені бәрібір сен қыста 3 ай демаласың, өйткені ауа райы анау
бізде Қазақстанда ол тіпті болмайды, өйткені инфрақұрылым жалпы оған тайып келмейді. жүресің деші. Иә, Сол қазір әлем чемпионатын сылтауратып ауысып Иә, алдық, иә, әлем чемпионатында иә. бізде инфрақұрылым жақсарды деп. Иә. Бірақ қызық қой негізі, қанша 16 команда елден ерте бастап алады, қазір бірінші турдың ойындары артта қалды шілде күні. Сөйтіп олар қарашада бітіріп қояды да, желтоқсан, қаңтар, ақпан айларында ойнамайды. Ол уақытта Еурокубоктың маңызды кезеңдері сөйтіп. иә, УТС деп жетті, сонда анау түк маңызы жоқ та олар күзге неге өткені, өйткені сен маусым ортасында бәрібір тағы бір УТС жасайсың, бәрібір жаңағы көктем кезеңге өтсең соған дайындаласың деген сияқты. Есінде Астана соның зардабын көрген еді ғой. Осы Спортингке былтырақ қарсы. көрді ғой мысалға, топтық кезеңге шықты, соңғы 2 турда ешқандай ойын Арасында практикасыз. ойын жоқ. Сосын- Шахтерде Ойнайын тапқан десе де Бабаянның айтқан есінде, Турцияға барады, ОТС жасайды, ойнайын десе команда жоқ ойнайтын. Себебі барлығының өздерінің чемпионаттары бар. Бір любительдермен ойнаған әуесқойлармен. Олар енді Астана сияқты. Ондайды сен Бабаянды тағы көрсең айта сал, ондайды заранее планировать ету керек. Ол білген жоқ қой топқа шығатын басында. Спортингпен болған. Аха. 81-ші финал ғой Иә, Еуропа иә, лигасында. иә, Ол иә. мысалы ақпан айында болды да, бізде наурызда жаңа маусым басталады. Анау маусымға дайындық ретінде Иә, өтіп кетті ойын ғой болып екі кетті, матч. Сосын бізде маусымда шаршап қалды футболшылар. Бізде сол бір нәрсе болса, маусым ортасы болса, маусымда шаршақ болады. Жалпы бүйтейікші, Маусым басталып жатса, әлі дайындық жоқ, тоныста емес Иә, деген. Мен негізі ойлаймын, Біздің қазақ футболы ерке бала ғой, Иә, бізде көктем мен күз болған системада, наоборот, біздің преимущество да, өйткені ең маңызды матчтарды қазақ клубтары осы жазда өткізеді ғой. Осы іріктеу кезеңдерінде өткізеді. Қазіргі таңда олар бабында болу керек та. Осындай кезде сен кәдімгі біз қызу қанды сезон өтіп жатыр, уже сезонның ортасына жетті, кәдімгі тұрақты бір жүйесі болу керек, ойыны болу керек деп ойлаймын да. Бірақ қайта осындай ортаға келеміз да, сосын анау жетіспей қалды, мынау жетіспей қалды, мынау трансфер өтпей қалды, ананы аласылайық, бүйте салайық деп жаңа сен Джофрини айтып отырсың, мүмкін жақсы премьер шығар осы жазда трансфер жасау, бірақ ол бір ойында не істеп отырды, және де осы біздің чемпионаттың аутсайдерімен ойнады ғой енді. Әрине кубок ол. Және кубокта ол Шахтер үшін түк шешпейтін еді ғой. Сол. Менде бірақ басқа мысал болған жоқ, сол үшін Жоқ, ол жақсы мысал, бірақ оны енді жалпы сондай тенденция сақталып қалады, Джофри сондай ойыншы деп біз мүмкін сол ана Милсамимен болған ойындардан кейін айта алатын шығармыз. Мынандай сұрақ, жалпы барлығымыз білеміз, келісім шарт деген дүние бар. Оның ішінде көп деген пункттары бар, бөлімдері, мынандай болса мынандай болады, үйтеді деген. Біздің келісім шарттар бір салфеткеге жазылатын келісім шарттар сияқты. Осылай жайлап Астанаға өтіп кетейік. Астана жылдың басында Масурасты алды, сосын Калитис деген 2 шабуылшыны алды. Сөйтеді кәдімгідей ресми парақшаға, инстаграмына. Жоқ, Масурасты да дәл сондай. Екеуі де қазақ футболының ерекшелігіне бейімделе алмаған үшін екі жақты келісім бойынша контракты бұзды, кетті дейді. Мен бұрын соңды мұндайды естімеппін. Сол мысалға қараш. Жоқ, ол болады, ол жалпы әлемдік практикада бар. Мысалы, Джордан Хендерсонды еске түсірсек болады да, Сауди Арабиясына келді. Командасы ұнамады, сосын келісім шарт. Ол бүкіл, бірақ қателеспесем, айлығынан бас тартты ғой ол. Иә. Жоқ, Карлитос та бас тартты, сосын жоқ, енді кетіп жатса тағы оларға төлеп берсе үстінен ол енді. Жоқ, Карлитос неше ойын өткізді? 4 ойын өткізді, қабырғасын сындырды, содан кейін бір ойын ойнады. Қабырғасын сындырған ойын мен жүргізгем Шахтермен. Ұтылып қалған бірден. Қабырғасы қайысып қайтты десе сен. Жоқ, Карлитосты бір қызығы, мейлі еркін агент болып келсе мейлі ғой, ақшаға сатып алды деген. 150 мың евро деді ма? 150 мың сондай деді. Енді қазір солардың орнына қайтадан 2 қорғаушы алып келді Хорватия. Бартолис және видеоны тезірек шығардыңдар. Шығам деген Калайца. Молдоваға барып келіп қайтар кезде басқа самолетқа отырсаған ба? Сонымен жаңа Калитистің орнына жаңа сендер айтып отқан Чинеду енді Джофри ғой. Ол мынандай да ақпаратты шығарды. Негізінде Ақтөбеге келу керек болған. Сосын қытайлықтар оған қомақты сома берген, ол Қытайға кетіп қалған. Қытайда бірақ болса мен қайтадан Қазақстанға келіп отыр дегенде. Енді Грипшиге келетін болсақ, былтыр ол Балканиде ойнады Грипши. Мен оның ойынын Косовода да, Астанада да көрдім. Негізі шынымен көзге ерекше түсетін сондай ойыншы. Осы білмеймін енді бүкіл келген ойыншылардан Грипшиге деген менде бір қандай да бір сенім бар да, себебі осы оң ек қапталда да ойнайды. Білеміз қазір сол қапталда енді Камару ойнап жүрсе Осман, мына жақта Томасов қой.
но Томасовқа кәдімгідей бәсекелестік жасайтын ойыншылардың бірі деп ойлаймын осы Грипшиді. және Марин де уже қартайды ғой. Марин болды ғой. Иә, оған чапан кигізіп Жақсылап шығарып болды, салды. Мариннің негізі қалуы былтыр оның тағы да сол келісім шартында, бұл жерде салфеткеге емес келісім шартта, маусым барысында 15 гол және пас нәтижелі ұпай дейікші, Иә. солай жасаса, онда келісімшарт бір жылға автоматты созылып кететін болған. Ол сол соңғы ойында 15-ші несін жасады ғой. Сөйтті дағына Марин бір жылға тағы да созып алды. жоқ, енді Мариннің жалпы еңбегі зор деп айтса болады. Жалпы алғанда жалпы Астана деген клубқа легенда керек қой. легенда керек, бірақ енді мына ойыншыларға қарап, Ненат Эрич, Марин Томасов легенда Неге болады. осыған болады? Джуниор Кабананган өзі Жуниор легенда. Кабананга кете бола ма? Жалпы сол легенда Бранко деген сөзді Ильич, бір Марин қолдану. Аничич. Ой, кім ше? Мхм. Серп. Ла Лигаға кеткен. Максимович? Максимович. Имани Максимович. Ең жақсы сол сияқты бір Көтеріліп көтеріліп кәдімгі. Джорджевич айтып отыр ма? Жоқ. Енді осы Астананың трансфер туралы айтайықшы. Лулакуши десең да. Ой, Астананың трансфер туралы. Жарайды. Жаңа Әлек Не айттың дейміз? сен, Астана жалпы осындай жүйені жақсы қолданады, және Еврокубоктанда енді точечное усиление дейді ғой. Өздеріне керек, нық прям орнына түседі дегендей. Қаншалықты осы ойыншылар жалпы керек па бұлар? Қайтадан мен де сол ойда, мен шын айтсам сенбеймін. Бір аптаның ішінде ойыншы келеді да, қырғын сенің жүйеңе кіріп кетеді, барлығын түсінуге болады. Бапкердің қоятын философиясын Сен осы жерден тоқтай қойшы. Бапкердің қоятын философиясы бар ма десеші ол жерде. Ол бапкер философ па жалпы? Жоқ, бапкер философ. Бірақ ойын философиясы бар ма дегенге не қылуға болады? Жарайды, білмеймін, мен енді басты себеп сол бапкерден көремін. Негізі Астана клубы маусым алдында да құрам бойынша ең мықты командалардың қатарына қосса болар еді, бірақ жалпы ойын жоқ, және бір талпыныс та жоқ сияқты, бір стимул жоқ командада. Негізі біздің чемпионаттың гранды ғой енді Астана, біз үйреншікті, олар әр маусымда чемпиондыққа таласады, ең үлкен мақсаттар қояды деген команда қазіргі таңда КПЛ-да даже топ 6-ға кірмейтін команда болғанда енді ұят шығар. Міне Астана көтеріледі қазір бір-екі, енді бір-екі ойын ұтса көтеріліп қалады ғой, тартылып қалады ғой, арасы 5-6 ұпай деп отырамыз да, бірақ түбі жеткен анау. Біздің подкастта айтқан едік, қазір мына жерде Астананың ойындары оңай болады, бір 4 па 5 ойын ма, сол жерде өзінің керекті 15-12 ұпайын жинап алады, бірден жоғары көтеріледі деген едік, бірақ қазірдің өзінде де олай болып жатқан жоқ. Соның өзі болмай жатыр да, сондықтан мына жерде бұл сен дұрыс айтасың, олар толықтай бір еңіп кетпейтін шығар құрамға, бірақ әйтеуір бір нәрсе істеу керек еді, бір нәрсе тырысу керек еді. Өйткені қазір осы Еврокубок Астананың абыройын сақтап қалуға берілетін бір басты турнир болып отыр. Өйткені чемпионатта чемпиондыққа таласқа үміт жоқ деп ойлайсың ба? Үміт жоқ деп ойлаймын, иә. Сосын жаңа кубоктан ұшып кетті, лига кубогынан ұшты ма Астана? Жоқ, жартылай финалға шықты. Сол лига кубогы бар, ол и то лига кубогы осы маусымда ғана жасақталған турнир, және ол коммерциялық турнир, анау-мынау деп оның прям деңгейін не істеп отқан жоқпыз. Сондықтан қазір Астанаға осы басты мақсат Еврокубокты өздерін көрсетіп қалу. Соған жаңағыдай жұмыс жасап жатыр. Көреміз енді, мүмкін сол Жофрилар бір нәрсе көрсетіп қалар. Негізі мен Астананың құрамы мықты деп ойлаймын қазіргі таңда да. Бұл келген ойыншылар болмаса, сол жаңағы кетіп жатқан сол Карлитостарды сақтап, солармен бір жақсылап жұмыс істесем, мүмкін нәтижеде басқаша болар. Сосын осы жалпы скаутинг деген дүние бар ғой әлемдік футболда ше. Жаңа Винисиус болсын, сөйтіп алып келеді ғой. Осы басқа клубтарға қатысты емес, өзімнің байқағаным Астананың скаутингі керемет та. Қазбек Тайланов дейді ғой. Жоқ, одан емес. Былтыр Динамо жаңағы Тбилисимен ойнады. Кіммен ойнайсың соның? Иә, соның ең мықты ойыншысын Камараны алып аласың. Балканимен ойнайсың, Грипшиді алып аласың. Мысалға ше. Енді Динамо Загреб Милсамидегілер қуанып отыр деймін. Динамо Загребтен ақша жетпеген шығар, Батурина, Петковичтерді алуға ше. Бірақ енді бұл жерде қызық. Енді бүйтейікші. Жалпы Қазақстан футболының басты ньюсмейкері дейді ғой. Ең фанаттары көп. Ақтөбеге өтейік. Ақтөбе қазір ешқандай трансфер жасаған жоқ. Бірақ десек те көптеген мынандай әңгімелер жүр.
жоқ, қазіргі басты мәселе Ақтөбе Дмитрий Парфеновтың айналасында жүр ғой. Иә, вот Сол- сол туралы сол айтайықшы. кісі не Дмитрий болады? Парфенов жаңағы командадағы атмосфера керемет емес. Қазақ ойыншылары мен легионерлерінің арасында қандай да бір кикілжің бар, ұрыс бар деген. Тіпті де Әлібек Қасым негізгі құрамға шықса біз ойнамаймыз, егер де шықпаса біз ойнаймыз дегендер де әңгімелер шығып жүр. Және Парфенов легионерлердің жағына өтті ғой. Иә, қазіргі таңда Өйткені солай өзі де легионер ғой. Және тағы бір айтсаң, ойынды аяқтастайын. Бауыржан Байтананы алды да құрамнан алып тастады. Жіберді және Қасымда кетеді деген ой болды. Тіпті Қасым Қайратқа қайтып келуі мүмкін деген ақпараттар жүр. Жалпы осы туралы. Соның бәрі неден басталды? Пенальтиге таластан басталды. Иә. Жоқ. Бірінші Абылайхан Жұмабектен құтылды. Иә. Сосын Рамазан Оразовты жіберді. Сөйтіп қарап қалса, Байтанам отыр деші. жоқ, уже қазақтар азайып жатыр да ана жерде. Онда біз бұл жерде Сөйтіп- легионер тақырыбын талқылауымыз керек қой, жалпы лимит жайлы айтуымыз керек қой осы жағынан. Жалпы лимит жайлы ма? Қойшы, лимитті талқылай берген не пайда? Талқылағанда Әділет Барменқұлов осы лимитті айтқан кезде не деді? Бізде халықаралық аренада көрсеткіштерім жақсарады. Көрейік енді, көрейік әлі. 3 клубымыз бар ғой, бір анда бір жаман тілемей ақ қояйықшы, десек те үшеуі қалды ғой, біреуі кетіп. Жоқ, олар қаяқта қалды? Конференция лигасына досым. бар ғой енді, сәл де болсын. Конференция лигасы менсінбей отырсың. Үміт бар ғой енді, жоқ болса Соның да. өзінен өте алмай отыр. Жоқ болса да бірдеңе бар ғой. Просто кезінде Астана Чемпиондар лигасының топтық Ол кезеңінде кезде енді ойнаған. Сосын Еуропа лигасының топтық кезеңде ойнаған командалар легионерлер бар. бөлек еді бізде. Білмеймін, қаншалықты легионерлер бөлек. Әйтеуір бір орында тоқтап қалған Бізде сияқты. қазақ футболының тарихында бір турнирде іріктеуді бастап, соның топтық турниріне шыққан Астана ғана ғой, Иә. сол Чемпиондар лигасы 2015 жыл. Жалпы- Қалған кездердің бәрінде біз бір рет ұтылғанбыз, ұшып кеткенбіз ғой. Жалпы осы жерде мынандай да бір ой келеді да. Негізі Астана былай қарап тұрсаң, мынау біздің УЕФА коэффициенттер кестесі бар ғой. Сол жақта бүкіл ұпайымыздың қазіргі таңдағы 75%-ын Астана алып берген негізінде. Былтырдың өзінде Шіріді дегенде мысалға ше, бірақ 9 ұпай жинап берген. Астана конференция лигасы, конференция лигасында ғой дейді да. Жоқ, мысалға жоқ, тек қана бұл жерде конференция лигасы емес. Конференция Осы лигасына шығу маусымда мен бөлек. Астанаға претензия емес. Жоқ, Әлеке. Мен Чемпиондар лигасы, Еуропа лигасы. Конференция лигасына шығу бөлек, ұшып кету бөлек. Егер сен Чемпиондар лигасында айырылып ұтылып Динамоға 0-5 есе жіберіп, Еуропа лигасында масқара болып конференция лигасының плей-оффында болмайтын бір команданы ұтып шықсаң, ол кезде ешкімге қызық емес. Ал өстіп бірінші раундтан, екінші раундтан өтіп, Милсаймиді Былтырғы тобыл сияқты соңғысына иә, Виктория Плезенді қапы қалдырып тобыл шығып кетсе, біз айтып отырған едік, міне мықты деп. Айтып отырмыз ғой, бізде бір турнирді іріктеуін бастап топтық турнирге шыққан бір-ақ рет болған Астана Чемпиондар лигасы. Қалған кездердің бәрінде өйстіп подушка болып түскенбіз. Шахтер. Еуропа лигасы. Ол да. Еуропа лигасы, Чемпиондар лигасына ұшып кетіппіз. Ақтөбені айтып тастайықшы. Осы мәселені жаңағы Қасымда кетсе, бұл жерде сонда Ақтөбенің жанкүйерлерінің де лагерінде сондай екіге бөлініп алған деп ойлаймын. Мен енді пікірден қараймын да, кейбіреулер Дмитрий Парфенов кетсін, енді ол жалпы басым жаңағындай не да, сондай нарратив, көпшіліктің ойы, иә. Бірақ андай жанкүйерлер де бар, жоқ, енді Парфенов жүйелі бір ойын қойып берді ғой, мынау қазір чемпиондыққа талас әлі бар ғой деген сияқты. Қай жақта бір қолданайын десең, негізі осы маусымда Ақтөбенің жақсы ойындар да болды, сосын андай кәдімгідей бір ойсырай быт-шыт болған ойындар да болды ғой. Оның біреуі сол Сараеваға қарсы бірінші ойын. Иә, Сараеваға қарсы бірінші ойын, ішкі чемпионатта да болды, жаңа Тобылға қарсы ойын деген бір таймда қанша 3 гол жіберіпті. Сондай ойындар болды. Бұның себебі тек қана жаңағы бір-бірімен ұрсып қалды деген мен ойламаймын. Ол жерде кәдімгі тренерлік бір қателер болды. Кейбір ойыншыларға мүмкін жеткізе алмай ма, сен былай істе, сен былай істе деп, сосын жаңағы жүйені таңдауда, тактикалық схеманың таңдаудың өзінен қате жіберіп отқандар. Сол Тобылмен ойынға келсек, мысалы 3 орталық қорғаушымен шығамыз, битеміз деген сондай екінші таймда сол системадан отходить етіп, 2 орталық қорғаушымен кәдімгі Ақтөбеге үйреншікті схемамен ойнағаннан кейін басқа нәтиже болды ғой, екіншіден басқа ойын болды. Тіпті сондықтан
мүмкін действительно Парфенов деген бапкер Ақтөбемен бір андай сәйкес келмеген Келмей ма? сияқты. Иә, Парфенов та бапкер ретінде енді тәжірибе жинап келе жатыр ғой. Сондықтан да ол жалпы білмейді әлі екі орталық қорғаушымен Қасым мен Агбомен ойнайын ба, үш орталық қорғаушымен ойнайын, бәрін бір эксперимент қылып жатыр. Жалпы негізі бір Ақтөбенің эксперимент алаңына айналдырып бар. бірақ бұл эксперимент сол оқу жаттығу кезінде болатын дүние ғой негізінде. иә. Соны айтамын. Бұл Сосын қазір маусымның ортасында емес та. сосын қырсыққандай тура Еурокубоктың алдында бір бәле болады да жатыр біздің Қазақстан клубтары. Тура Еурокубоктың алдында ұрысып қалады неме ол. Қой көріп. Өйткені андай жалпы клубта напряжение көбейе береді. Алда ең маңызды Еурокубок ойындар. қысымда. Иә, сол бәрі басшылықта қысым жасайды, өйткені біз сендерге ақша бөліп бердік, оның бәрі біріншіден сол Еурокубокқа деп. Өйткені сол себепті олар жаңағы әкімшілікке әкеп соны себеп қылады ғой, бізге ақша беріңіздер, бізге мынанша бюджет бөліну керек деп. Мысалы андай да ақпараттар шығып жатыр, Ордабасыға 10 миллиард берген деген. 5 миллиардты жаңа несін нарық па? Иә, нарығын жауып беруге ма? Қарыз ғой негізі. Иә, инсайдер Ербол Қайыров кеше айтты ғой соны. Жоқ, ол Ерболдың да алдында болған ақпарат, негізі бірнеше адамнан естідім. Сондай не болып жатыр деп ше, өйткені Еурокубокты көрсек, ал қазір Ордабасы Чемпиондар лигасы ұшып кетті. Қазір Мен екінші адамнан сенен де естіп отырмын, Ерболдан да естіп отырмын, салық деп, бірақ енді 5 миллиард салық болмайды ғой. Енді жалпы Қарыз қарыз болғанда жоқ, ол қарыздар негізі бұл қазіргі жаңағы осы маусымда болған қарыздар емес, ол баяғы жоқ, ол ашық айту керек оны. Бақтияр Байсейітовтің кезінен қарыз мысалы. Бірақ сонда Бақтияр Байсейітов клубты 5 миллиардқа қарызға отырысып кетіп, емін-еркін Дубайда жата бере ма? Немене бөле ол Дубай? Қазақтың шалдарына рахат болды. Рахат қой. Ақшасын бересің, жата бересің. Жоқ, Францияда да басқа біреу. $155 әкетіп. Проместе жүр сол жерде. Иә, ол енді саяси дүниелер ғой. Мынау нені айтайықшы қайтадан. Мен бір түсінбегенім, жалпы үшеумізді жүргізіп жүрміз ғой. Ойымды бітіре салайыншы. Сол бұл нені білдіреді деп отырмын да, бұл жалпы біздің басты мақсат осы клубтарға, топ клубтарға дейікші, басты мақсат Еурокубок дейді да. Сосын Еурокубокқа келген кезде сол жаңа Алеке айтқандай, анау дұрыс емес, мынау дұрыс емес, трансферлі өтпей қалды, анау үйіне қашып кетті, мынау жыланып жатыр, бапкер анаумен ұрысып қалды, бір тұрақты жүйе жоқ, бір экспериментке кетеді, бүйтеді, сөйтеді. Сосын анау Сидню сияқты бір қорқақ бапкерді, честно говоря, шаршатты ол да Ордабасында. Андай сен футболшылармен ойнасаң, Еурокубокқа шыққан, мейлі саған қарсы бір хотя бы бір Швейцарияның жаңағы лигасында ойнаған команда болсын. Мысал деймін да енді, анау Молдованың командасы. Алтауы воспитанниктері деші. Сол ғой. Ол жерде бір топ легионерлер де жоқ. Сосын жаңағы Тобылға қарсы анау Руженбург деген команда, олардың ішінде легионер дегендері чехтар ғой. Ол, грубо говоря, Қазақстан чемпионатына, иә, біз легионер деп қырғыздарды шақырып, осылар бізді легионер деп айтты. Сол сияқты да ол ше. Сондай командаларға біз по игре ұтылып жатқанның өзінде сол қатты жаңағы ойымды айтайыншы, үшеуміз де Қазақстан премьер лигасын жүргіземіз. Ақтөбенің ойынын жоқ дегенде екі реттен жүргізіп шықтық әрқайсымыз. Мен соңғы ойын жүргіздім Ақтөбе жеңіс лига кубогы. Иә, осы уақытқа шейін Думбияның негізгі құрамда шыққанын көрдіңдер ме? Думбия бірінші ойыны Сараеваға қарсы. Жоқ, Қазақстан премьер лигасында ше. Неге? Менің ойымда неге? Жоқ, жарайды, ол екінші ойында иә жақсы ойнады. Неге бірақ Думбия шығады? Ол осы уақытқа шейін ойнамаған ғой негізгі құрамда. Қазақстан премьер лигасын ойнамай жүрген адам. Иә, бір нәрсе көрсетіп жатқан да жоқ қой ол Қазақстан премьер лигасында. Шыққан кезінде. Бір 7 минутқа, 10 минутқа шығады, соңында болды, ештеңе істемейді ол ше. Сондай жерден ойлайсың да, бір шынымен де жаңағыдай қатты бір қысым болып кете ма, бапкерлер не істеймін бір жаңа бірден көйлеп табам деп баяғына Зинченко айтқан еді ғой, Гвардиола қуды дағы 3 қорғаушыға өтіп кетті, біз ойыншы жетпей қалды деп ше. Сол сияқты бір білмеймін, бір ашуың келеді сөздің шыны керек, себебі енді үміттенесің, өтеді ғой Ақтөбе, ар жағында да бір жақсы бір қарсылас күтіп тұр, оны өтуге болатын еді деп отқан кезде осындай болғаннан кейін. Жарайды енді ары қарай жалғастырайық. Ары қарай болғанда айтатын бір-екі футболшы бар осы Ақтөбе командасында. Уманиязов өткенде сол жеңіске қарсы ойында дебют жасады, иә. Кирчи лигада үздік футболшы болған өткенде. Сосын тағы біреу не қылды ғой, ойнады ғой. Сол Уманиязов конференция лигасында да ойнады. Екінші неде экстра таймда ойынға шықтым. Сол Думбия, ол да сол жеңіске қарсы матчта тағы да негізгі құрамда
алаңға шықты, осындай өзгерістер болды. Енді бұл жерде жаңа Уманияс туралы айтатын болсақ, ол жай сол лига кубогына жай былай шығара салған сияқты. Ол жерде бір қырғын, ол жас бала Самородов болады немесе басқа болады деген емес, мүмкіндік берген сияқты. Енді заслужил дегендей. Трансферде қазіргі таңда жарып жатқан тағы бір клуб Қайрат. Бірнеше ойыншыларды алып жатыр. Сорокин қайтып келді. Көз алдымызда өскен бала ғой негізі. Сорокин қайтып келді, Елімайдан. Одан кейін жаңағы белорусиялық 36, қателеспесем, жастағы Мартынович келді. Одан кейін Юг Станоев келді. Громыко келді Қайсардан. Және Кержаковтың біз осы айтқан ойбай қырғын екен, жермен допты жүргізеді, бәрі пас, барлығы жүйеге деген ойынын көрейін деп кеше Жетісуға қарсы ойынын ашып көрсем. Жетісуға ма, Таразға? Таразға қарсы. Қатты бір керемет ондай дүние көрген жоқпын. Ұнаған жоқ пен Таразға қарсы? Таразға қарсы қатты ұнаған жоқ. Енді Таразға қарсы үйтіп отқанды... Енді бұл Европа чемпионатынан кейін. Жоқ, Таразға қарсы үйтіп отқанды енді таза өзінің жергілікті ойыншылармен ойнап жатыр. Тараздың жағдайын жақсы білеміз, бюджет бұрындағыдай емес. Мен осы екі Әлімжанның ортасында отырған кезде бір желание загадывать ете салайыншы. Кетші Тараз туралы. Тараз премьер-лига оралсын. Орындалсын. Екі дидардың ортасында отырғанда мен. Сен де сөйте саласың ба? Бірақ осы Қайрат туралы айтайықшы. Чемпиондық амбицияларымыз бар дейді, және қазір 3-ші орында тұр. Бізде негізі Қазақстан чемпионатында кім чемпион болатынын білмей қалдық қой. Мысалы, Ордабасы командасы қазір 1-ші орында келе жатыр, Ақтөбе 2-ші орында, Қайрат 3-ші орында. Қайсысы бірінің деңгейі жоғары деп айта алмаймыз, Сосын Қайрат не үшін чемпион болу керек деген кезде амбициясынан юбилейді қосып отырмыз ғой, мерейтойлы. Қайрат қанша 1964 жылы, 54 жылы құрылған Қайрат. Болды, сол трансферлер соған байланысты жасалып жатыр ма? Бізде қатты қарайды осы мерейтой дегенге. Жоқ, мерейтой ғана емес шығар, енді жалпы амбициясы бар клуб қой баяғыдан. Жалпы Қайраттың амбициясы бар ғой. Қайрат Боранбаев оралды, сосын басқа командалардың бәсекесі төмендеді. Ол да бар, сосын Кержаков келді ғой. Сол, сосын Кержаковтың міне бірінші трансферлік кезеңі болып отыр да. Жалпы біз еуропалық футболда мынандай нәрсе білеміз, әр бапкер келгенде оған міндетті түрде 4 трансферлік кезең керек деген сондай бір принцип бар. Сол 4 трансферлік кезеңде ол командан жаңартылады, керек еместен құтылады, керек алады. Сол Кержаковта мысалы Васинді жіберді. Васин енді нормально ойнап жүрген. Рахмет айтып шапанын жауып жіберді ғой. Шапанын жауып жіберді. Капитан ғой енді. Бірақ жалпы Васинға ешқандай өкпе жоқ. Кержаковтың мүмкін сол системасына сай емес, жаңа қойылатын ойынға. ЦСКАдан ғой десе. Сондай да бар шығар, білмеймін енді. Ондай жоқ сияқты енді. Ондай жоқ қой, ол жай прикол ғой. Сосын Кержаков маған жеңіспен ойынын мен көргем, маған қатты ұнады, бірақ нәтиже жоқ болды сол ойында. Бірде-бір болып біткен матчта. Соңында гол жіберіп алып, ана жерде шупай жоғалтып жатсын, чемпиондыққа таласам, осы маусымда бейтем деген команда осындай ойындарды ұпай жібермеу керек. Таталды бір доминация болған ойын, бірнеше гол да тіпті жіберіп алып отмена болып жатқан, андай как будто бы өздерінің андай күштеріне чересчур сенімді болып кеткенде соңында тағы гол жіберіп алып сондай не болып қалғаны қатты жалпы жанкүйерлердің де бір андай менталды түрде бір не болып қалған сияқты. Бірақ Кержаков көрсетіп отыр, потенциалы бар бапкер. Оған уақыт беру керек. Осы маусымда мүмкін сол кубокты алып кетсе одан қалса, сол андай бір 100% алда қойған ең үлкен мақсатқа жетпесе де, әйтеуір команданың бір тұрақтап алса, не істесе деген ой бар. Сосын Кержаковтың тағы бір ұнағаны өзіміздің Қазақстан футболшыларына да уақыт кәдімгі бөліп жүрген бапкер. Ол жағынан да бір плюс деп қойсақ болады. Жаңағы Парфеновпен тіпті салыстырсақ. Желмен көкте дейсің ғой, Дұрыс, енді Қазақстанның инсайдер етемек қойық. Басты Фабрицио Романосы өзінің клубына келген жаңа ойыншыларды өзі таныстыратын Тобыл футбол клубы туралы айтайық. Әлімжан Қалжарды айтқым келіп тұр. Кез келген ойыншыны инстаграмда өзі таныстырады ғой, по версии трансфер маркет деп қойып. Бізде жалпы андай да
енді әрине байт кликбейт деген бар иә. Иә. Жаңағы сату керек деген де бар. Бірақ біздің жалпы бүкіл Қазақстан сол трансфер маркетпен сосын анда бүйтіп отыратын сияқты, ойыншыларды іздеп, так ПСЖ-ға қарсы онда ойнағанда кім гол соқты деп ше. Осыны алайықшы дегендей. Сен ол мысалға Тамбе дегендерді елімай алып келді ғой. Жоқ қой Тамбе не істеді, кетті ғой мысалға. Сол сияқты Руй Кошта деп алып келді тағы бір ойыншыны. Тобылдың жалпы қазіргі жағдайы. Руй Кошта деген маған негізі сенім ұялатады. Кәдімгі ма? Руй Кошта десе ойналатын сияқты ғой. Жоқ, ол бір 2000 жылдары болса мейлі деймін да. Иә. Бірақ қазір 20 жылдан кейін уже. Бірақ анау Руй Кошта келсеші, сол Руй Кошта. Қазіргі таңда ойнап беретін еді. Иә, қазіргі таңда ойнап береді. Ол қазір қай жерде, бір жерде бастық болып жүр ол кісі. Бенфикада. Бенфикада ма? Иә. Қателеспесем. Аңыз ғой. Иә, Бенфикада, себебі Энсоны сататын кезде біраз миын ашқан еді. Тобыл. Сол қайтадан басында айттық қой, жаңағы Гудберг кетті. Лига кубогінде мә деді ма? Иә, Лига похи деді ма? Жастарды шығара салды деші. Қайсарға 5-1 дегізіп. Моцашвилиді алды Жетісудан. Цотни Моцашвили деген мықты негізі. Осы жалпы Жетісудағы Грузияның ойыншылары жаман емес. Эуженионы алды да, бірақ Эуженио жалпы Eugeniо деген не болып кетті енді. Өзіміздікі ғой. Өзіміздің клубы бітті. Неде Википедияда былай тұрған жатыр. Еліңгім Бразил дейтіндер ма? Таразданмын дейтін сияқты ғой. Тараздан дейтін ғой. Николай Аналика ғой местный. Карьерасында 39 голы бар, оның бәрі Қазақстанда. Жоқ, бірақ отрезками керемет ойнап қояды. Жоқ, ойнайды отрезками. Андай бір әзіл бар еді ғой, Қазақстанда бұрынғы клубтарына гол соқса тойламаса, онда ешкім гол тойламайды дейді. Иә. Сол Эуженио туралы деші. Ертісте де ойнады иә Педро Эуженио? Қателеспесем ойнады. Осы Ақсуда Тобыл жалпы қалай? Былтырғыдай бірдеңке жасалады деп ойлайсың? Маған Тобылдың шабуыл шебі өте қатты ұнайды. Қазір анау Эльмес Сауди, Иванович, Энен дегендер бір-бірін керемет түсінеді. Сосын арасында андай бір заводной жігіт бар да, біздің өзіміздің Ислам Чесноков, кәдімгідей ол барандай универсал, оң қапталға ойна десе оң қапталдан ойнап береді, сол қаптал. Тобылдың басты қателігі чурчичті қуу жері ғой. Басты қателігі деп ойлаймын мен. Сен осы бапкерді алып отырсың, сен кәдімгідей Еурокубоктарға, жаңағы жалпы осы маусымға жаңа үміт артып, соны не істеп келе жатқан кезде аласың да, оны сау бол дейсің. Әрине футболшы ретінде біз Нұрбол Жұмасқалиевті қатты құрметтейміз, ол біздің аңыз, керемет футболшы, бірнеше рекордтары бар біздің премьер-лигада. Бірақ бапкер ретінде енді мақтайтындай бір не емес. Ол бапкер болу үшін бір тәжірибе керек. Сен тек қана өзінің ойыншы мансабындағы болған жаңағы тәжірибеңмен алып кете алмайсың. Өйткені тарихта да бар ғой, мықты ойыншы болғандар не обязательно мықты бапкер болады, ол единицалар арасында. Сондықтан енді қарсыластары мысалы Еурокубоктар Ужамбург деген команда өзім жүргіздім бірінші ойында, жаңағы 5 угловойдан 4 гол жіберіп алған. Сол енді білмеймін, анау мынандай ақпараттарда келіп отты. Тобыл осы ойынның алдында стандарттарды ғана не істеп жаттықтырған екен. Бәрі біліп жүрді. Әріптесіміз Санжар Ақатаевтың өзі біліп жүрді. Ужамбург стандартта керемет ойнайды. Сондай команда стандарттары не деп сөйтіп айтып отқан кезде 5 угловойдан 4 гол жіберген. Енді ол бапкерлік те қате, ойыншылардың да қатесі деп ойлаймын. Аномалия ғой негізі. Сен енді өмірінде бір қанша ойын көргенсің? 100 мың ойын көрген шығарсың. 100 мың жарым, 2000 мыңнан көп көрген ғой. Жылы мыңнан көп ойын көргенсің. 2000-3 мың шығар. Жоқ, енді жалпы алсақ. Жалпы алсаң бір 10 мың көргенсің ғой. 1000 жүргізіп тастағанда шығармыз иә. Болып қалады. Сода көрдің бе осындайды? 5 голдың төртеуін бастамадан соқты. Ешкім көрмеген оны. Біз анау эфирде не дейтіндей білмей қалдық та. Не дейтін білмей, боже мой дедім. Не дедің? Господи деп жүрдім. Жоқ, мен Сейін кеткендеш. мен микрофонды өшіріп үлгермеген ғой. Әріптесіміз Айбек жүргізіп отты сол неде. Мен микрофонды өшіріп үлгермей отырмын да, қарап отырып, угловой кіреді, гол дейді. Эмоция шығып кетті да. Енді қазақ орыс қызбен жүрген просто. Қазақ сол сөйтіп айтады ма? Господи, Дидар обратно начинаешь. Сол ғой. Қазақ футболының мен енді былай Еврокубокта ойындарын жүргізіп көрген жоқпын әлі.
бірақ білмеймін бұл жерде бір қандай да бір нейтралды сақтап отыру өте қиын сияқты. жоқ ол керек емес оны сақтау. Иә, бұл жерде сақтамай өзің ұлттық құрама сияқты ғой. иә өзің неңеде иә жоқ біз кәдімгідей қолдап не істеп отырады да жігіттер бірінші гол кіргенде мә айқайлап да тобыл молодцы өйткені шабуыл шебінде болмаған жерден соғылды ғой бірінші голды. Чесноков алып қойды кәдімгідей не қылып. Чесноков алып қойды, сосын анау 2-2 жасаған кезде керемет комбинация қайтадан Месауди әдемі пас, ана жерін тики-така болып кетті ана жерде. Тики-таканың ең бір мықты андай несі көрінісі сондай кіретті. Сосын енді ана гол в раздевалку болды, 2-2 қазір енді не істейміз деп жатқан кезде бір угловой алады да. Ана угловойлары пенальти секілді болып кетті ғой. Пенальтиден ше мысалы 5 пенальти деп сен екеуін соға алмай қалуы мүмкін ғой. Мүмкін. Жалпы қазір андай негізі 5 бұрыштамадан 4 гол деген футболшылардың арасында андай да бір не бар. Бір ойыншы егерде бір ойында ойыннан 2 пенальти тепсе, екінші негізі сол ойыншыға бермеу керек деп. Қателеседі деген де бір сондай нелер бар. Соны анау Дорни Ромеро пенальти алып алған кезде сондай мысалмен не істеді ғой. Мүмкін сөйткен шығар. Әлібек сен маған бер деп. Иә, мүмкін сен соға алмайсың деген шығар, білмейміз ғой не болды. Әлібекті ойлаған болып тұр ғой Дорни. Деп ақтап шықсаң. Иә, он Парфионы сөйтіп отырса. Бермеңдер деп па. Сөйтсе НН-дікі неме екен? Гол на раздевалку емес пе екен? На раздевалку емес екен әлі. Олар да ойлаған ғой болды ары қарай демаламыз деп. Трансферлер жалпы айттық. Жалпы өздеріңнің бағаларың осы жазғы трансфердегі ең жақсы трансфер жасаған. Сен бір қателік жіберіп отырсың ғой, ел кешірмейтін. Дәл Елімайға жеткен кезде тоқтап қалып отырсың ғой. Елімай туралы айтсақ, жалпы бұл жерде сол Тамбай кетті. Бір қатарға қосқаны Аслан Дарабаев келді айтпақшысың. Иә, әрине. Аслан Дарабаев туралы айтсақ болады. Елімайды айтайық. Сосын Доминикан елінен келген бір футболшы бар екен, Фернандес Эдарлим ба? Аль-Иттихадтан ба? Шынымды айтсам мен ондайларға ойынын көрмеймін. Мен шынымды айтсам, мынау Нигериядан да келген бар екен. Одеюбо деген. Ойынын көрмей ештеңе айта алмаймын. Сол ғой, сен де жаңа айтып отырсың осы жалпы біз клубтардың трансферлерін. Біз ол футболшылардың күнделікті бір ойынын көріп жатқан жоқпыз. Былай көрдік қой сәл де болсын. Былай статистикасын білеміз, ал поверхностный, бірақ ол біздің чемпионатқа қалай адаптация болады. Жоқ, осы подкастқа дайындық барысында көріп келдім бәрін. Бәрін көріп келдім. Кәдімгідей зерттеп. Машин жүргізіп келген ғой, біліп осы подкастқа келген. Астананы сұрап алған ғой. Ана Балканияда ойнаған 15 голының бәрін қарап шықтым. 16 гол екен ғой. Жоқ, Аслан Дарабаев туралы айтайықшы. Жалпы жарты жыл клубсыз жүрді. Ол негізі Хантенгриге кетеді деп еді ғой. Жоқ, маусымның басында сондай әңгіме болды. Дидар Қадыров біздің бәріміздің досымыз ғой енді, ол ой болды кәдімгідей қол қойып қойды деп маған өзіме айтқан. Бірақ болмай қалды. Бірақ десек те енді Хантенгри қазір бірінші лигада ғой. Премьер лигаға Елімайға оралды. Иә, ол Аслан Дарабаев негізі клубсыз қалған кезде Қазақстан ұлттық құрамасының ойыншысы ретінде клубсыз қалды. Иә. Жоқ, бұл трансфер сендер неге маңызды деп жатсыңдар? Мен үшін Аслан Дарабаев өте IQ жоғары ойыншы. Ол бапкер болып кетті ғой, жарты жыл білесің ба? Балалар бапкері. 35-ке келді ғой. Қазақстан ұлттық құрамасының ойыншысы ретінде ол клубсыз қалды. Енді Елімайда ойнайды. Жоқ, ол 35-те оның даже болашағы жоқ та енді. Ойыншы болашағы енді жоқ қой. Бір шетелге кетеді деп. Болашағынан зор үміт күтіп отырған жоқпыз негізі. Жоқ, оны бұл қазір бір талқылайтын да. Жоқ, Дарабаев деген Қазақстан ұлттық құрамасының ойыншысы дұрыс па? Астана командасында ойнаған, Қайратта ойнаған. Жоқ, ол мәселе ода емес. Мәселе Аслан Дарабаев деген қазақ футболында орны бар адам, иә? Қайға кетті, не істеп жүр, Хантенгриде ма, бапкер ма, балалар баптай ма деп жүрген жараспайды оған. Елімайда ойнасын, бір жыл бітірсін да, болды, бітті, кеттім деп аяқтаса әдемі болады. Кәдімгідей шапан кигізіп. Иә, ол лайық қой. Дарабаев деген кезінде Шахтерде білесің ба? Осы Дарабаев деген бізді әлем чемпионатына алып шығады деп ойлайтын еді. Жоқ, ол мүмкін жақсы инфоповод. Дара гол деген саған. Инфоповод шығар, бірақ андай бір расклад силға влиять ететін нәрсе емес та, просто. Сол үшін мен айтып отырмын. Сережа Мұжықов сияқты болып кетейші. Аузынан жұлып алдың ғой. Түйдей құрдасы. Сережа Мұжықов жүр ғой. Жетісуда кәдімгідей. Бірақ Мұжықтамадан гол соғып. Мотивациясы бөлек та, ол үйінде. Иә. Мама папасының қасында шығар, енді білмеймін. Мама папасының туған жерінде деп айтайыншы деп. Барын салып жатыр енді. Мотивациясы бөлек деді ғой енді. Сонымен үздік бестік сондай болып тұр ма? Үздік бестік солай болып тұр. Енді битіндерші жалпы баға берейікші осы трансферлерге. Бұл жерде чемпион кім, анау-мынау демей ақ қойық, ол өте қиын қазіргі таңда айтуға. Жалпы баға берейікші. Енді трансферлерге баға берсек, үздік бестіктегі командалар бірінші орында емес, менде. Кімдер? Астананың трансферлері деп ойлаймын.
сен үшін үздік трансфер қазіргі таңда жазда жүргізген Астананікі. Иә, енді көзге көрінгендерден сол. Манчестер Юнайтедтікі десе. Юнайтед қатты ұнап отыр. Йоро, Зиркзи дегендер ма? Деликті может алып қалатын шығармыз. Жоқ қой енді трансфер әлеке біз қандай баға береміз? Не ол? Сорокин мақұл күшті трансфер ше, онда қайрат. Жоқ, былай болатын шығар. Жоқ, трансфер ойыншының жеке басына емес. Жалпы Клубтың жасаған. Жоқ, сол жоқ қой әлі деймін. Онда былай болады, Астана, Қайрат және кім болады үшінші? Ордабасы шығар. Ордабасы ма? Ордабасы не үшін сон? Товарда келген үшін. Товар? Жаңа Игнатович. Жоқ, Сол просто ғой әлі Ордабасы анау керек футболшыларды алды енді позициясы. Иә. Позиция бойынша ол жерде действительно усиление керек еді, сол футболшыларды алды. Сендерді бір таңғалдырып жатқан мәселе бар ма? Мынандай Қайсар командасы қалай 19 ұпай жинады. Қазақстан чемпионатында бір тур көрмей қалсын, Қайсар 6-шы орында кетіп бара жатыр. Стандарт қой? Таза стандарт қой. Кумыков молодец. Мен ұшады деп отқан едік қой. Олар анау неден тастан су не істеп алатын, қалай? Тастан су жасалатын? Не ғой, елек қой? Жоқ, елек емес. Выжимают из камня воду дейді. Ондай сөз жоқ. Қолдағы бар мүмкіндіктерін қолданып, содан барша. Ондай да бар ма? Қатты тырысқан деген сөз ғой. Орыс қыз айтқан шығар жүрген. Иә. Бәрін содан үйрендім. Господи, ты выжимаешь из камня воду? Нет, я делал кое-что другое. Туран жайлы бір инсайдым бар. Айтшы. 14 қыркүйекте Түркістан аренада матч өтеді. Иә, оны қыркүйек деп енді қай кездегісі білмеген, бірақ менің естігенім бойынша осы шілдеде ашылады деген еді, сол қыркүйекке ауыстырып тұрғанда. Жоқ, ауыстырғанда мәселе мынадай болып тұрған. Бұл 28 шілде күні Тұран мен Тобыл арасындағы матч сол Түркістан аренада өтіп қалуы мүмкін еді. Ол ойын кейінге қалды, дұрыс па? Содан кейін Астанаға қарсы ойын, Елімайға, Жетісуға қарсы ойындардың барлығы сырт алаңда болады, 3 ойын қатарынан. 14 қыркүйекке дәлме-дәл түсті. Бір ойын кейінге қалған еді. 2 айға шегеріліп кетті ғой матч өтетін. Зато анау кәдімгі Түркістан аренаның агрономы орталық стадионда, орталық стадионның шөбін жасап берген агроном сол жаққа барып дейді, және мен біздің Қазақстан ұлттық құрамасының қыздары бар ғой? Қыздар ұлттық құрамасы. Алекең роднаясы бар ғой? Юлия Мясникова. Иә, сол ұлттық құрама сол жақта жаттығу жасағысы келген, бір ойын өткізгісі келген кезде агроном айтыпты, жоқ, арманда мақ тоқта деген екен. Қысты күні көк шөпті деген ба? Агроном. Агроном айтқан. Ол агроном анау Уимблдонға шөп өсірмей ма случайно? Жоқ. Қате болып жатыр ма? Иә, осымен енді трансфер. Білесің ба, не үшін шөп өсмейді? Өседі шөп. Жоқ, андай ой қойықтар болатын. Әсен не үшін? Андай Уимблдон емес кездерде ойнай береді екен ғой клубтың мүшелері үшін. Өздері жалға алып па? Жалға емес, соқта Уимблдон клубы бар ғой. Сол жерде адамдар мүше ғой. Солар ойнайды. Олар 8 айдың ішінде кәдімгідей дайындайды. Уимблдон футбол клубы мен Уимблдон теннис корттарын айтып жатсың ба сен? Не айтып жатсың? Теннис корттарын айтып жатсың. Бұл теннис корт айтып жатыр. Теннис корттарын айтып жатырмын ғой. Енді Уимблдон деген ол комьюнити ғой, ойнайды сол жақта. Жоқ, олар ойнаса ойнайды, бірақ анау Уимблдонский турнир басталған кезде шөпті толықтай ауыстырады, ол дайындап қойған шөптер. Шым бар ғой кәдімгі, жаңа шым әкеп отыр. Ол жерде білесің ба, анау шөптердің сусликтар жеп кетпеу үшін кәдімгі орел бар ана жерде, ұшады да бүйтіп деп шығып соған қадағалап жүреді. Сусликтар ма? Сусликтар ма, бір грузиндар әйтеуір. Жоқ, бірақ неде ойнайды сол жақта. Жоқ, олар ойнайды, бірақ ол шөп басқа шөп. Типа андай 8 ай шөп өсіп тұрмайды ол жерде. Өсіп тұрады әлеке. Иә, оны теннистен мықты эксперттер болса. Түркістанның агрономынан сұрау керек. Рыбакина финал жүргізгеніне сұраңдар десе, Дидарда жүргізген екен ғой, болмай қалды. Рыбакина шықпады финалға. Жоқ. Рыбакина финалға шыққанда мен қазақша Дидар кезінде отқанбыз біз. Уимблдон отқан кезде отқанбыз. Осы жылы жүргізбей қалып қалды. Иә, осымен бағамызды бердік. Не болса да бұл трансферлер жалпы жаңағы басында айттық қой, бай қазақ футболының абыройы деп ше. Соған жасайтын трансферлер болсыншы, біреудің қалтасына емес, ойыншылардың қандай да бір өздерінің жеке пайдасына емес. Жалпы бұл жерде біздің ойымыз сол легионер келсе, дұрыс легионер келіп қазақ футболын дамытса. Сөйтсе Ордабасы футбол клубының бір функционер ят болды енді бүгіннен бастап жемеймін енді. Бүгіннен бастап басқаша ойланайық. Намысыма тиіп кетті. Бұл жерде не ғой? Ордабасы клубының неге?
мақұл. Неге? Жалпы- Қазақстанда кез келген клубты кез келген клуб жараса деп береді. айтайық. Кез келген. Иә. О, В десең? общем, жоқ, былай айтқан ең дұрыс та негізі 95% клубтар деп айтсақ дұрыс та. Біреу бір нәрсе десе сіз 5%. Иә, 5%-ның ішінде істеп қоямыз. Жекеменшік клубтар ма? Иә. Өзінің пайдасын тигізсін. Еврокубоктарды ары қарай жылжиық. Керемет топ әлі. Жылжығанымызша қолдан келгенше топтық кезеңге клубтарымыз шықса жақсы ғой. Бірақ десек те енді екі клубымыз ұшып кетсе де бір пайданы алып келді ғой. Енді біреуі сәл төмендеді конференция лигасына, біреуі тіпті ұшып кетті дегендей. Оларға да рахмет. Аяқтайық осымен. Келгендеріңе рахмет көп. Шақырғаныңа Иә, рахмет. біраз Сен болды де саған қылдық, иә. Иә, жолықпағалы біраз болды, біраз әңгіме айттық жалпы келген ойыншылар туралы. Швейцарияны қалай дәл тапты екен? Дидар айтпақшыдан, иә. Біздің осы Евроның алдында подкастта жаңа айтқаның сол екен ғой, мен есімде шығып кетті. Дәл Евроның алдында жиналған едік қой біз подкастта. Дидар, естеріңізде болса, Швейцария жартылай финалға шығады деген еді. Қате болды ғой? Жартылай финалға шығады дедім бе? Иә, жартылай финалға шығады деді. Топ қақпайды екенсің, ширек финалда ұшып кетті. Бірақ ширек финалға шейін шықты және Жартылай финалға дейін сәл қалды. сәл қалды ғой, себебі Англияға. Өлік Англияда өте алмады. Иә, пенальтиге. Сосын жалпы енді сондай тапқан нәрселеріміз бар. Оливье Жиру бірде бір гол соқпайды, основной. Иә, Тюрамда ештеңке қатырған жоқ дегендей ғой. Бұл жерде 3 гол соғады деп едің ғой, брат. жоқ, енді Тюрамда ештеңе жасаған Бірақ жоқ. Тюрам основада шығып жүрді ғой. Білмеймін оны Францияның қайсысы. Білмеймін, Тюрамның основаға шыққанына шықпай қойған дұрыс еді сөзінше. Жоқ, ол жерде қайсысы. Грузия топтан шығады деген ше. Грузия топтан шығады деген бар еді. Осылай, тағы да жолығып. Сөйтсе Ермашпардан TikTok сап тұр ма? Қайсысы? Біреу болды ма айтқан деймін. Ешқайсысы болған жоқ. Ешкім сенген жоқ ол Грузияға. Қонаққа бүгін бізге келген Әлімжан Асқар, соққы және гол, және Дидар Есемов, Спорт Плюс каналының комментаторы. Соққы және пас. Соққы және пас боксы. Иә. Және мен Әлімжан Тасболатұлы, Паримаш Қазақстан YouTube каналының жүргізушісі. Келесі подкасттарымыз жолыққанша сау саламатта болыңыздар, жігіттер, рахмет сендерге.